Мен есімім Амирханова Асылым. Жасым 15-те, Шымкент қаласында тұрамын. Так, Асылым, біз қазір саған неше эмоцияларды айтамын. Соны түрмен ғана көрсетесің, дауыс ештеңенің қажеті жоқ. Тек қана мимикамен. Қуанышты көрсін. Ашуыза. Шок. Хитрість, арамдық. Мұң. Рахмет. Енді өзің дайындаған бір өнер бар ма бізге? Поэзия айтамын. Тамаша. Мұқағали Мақатаев, ей өмір. Дүниенің ағында, қарасында, мұңқ етпейсің қабылдап аласың да. Қарасымен шамаң жоқ таласуға, ей өмірім, зымырап барасың ба? Жер мен көктің желпінің арасында, желгенсің түсесің қарасуға. Құйын қуған қаңбақтай аласұра, ей өмірім, зымырап барасың ба? Мен отырмын теңіздің жағасында, белесімде жоғыған аласында. Мені тастап толқындар ағасың ба? Толқындан өмірім барасың ба? Жастар, рахмет. Шыға бер, келесі. Кіре берсін. Аты жөнім Азат Адас, 2008 жылғымын, жасым 13-те. Сарыағаш қаласында тұрамын. Адас қазір бірнеше эмоцияларды мимикамен ғана көрсетесің бізге. Мен саған айтып отырамын. Бізге ашуыңызды көрсетші. Ашу. Камера қарап ашу. Камера қарап. Реніш. Шок. Қуаныш. Мұң. Арамдық. Хитрість. Жақсы. Бізге дайындаған өнерің бар ма? Поэзия не болмаса басқа? Ситуация. Кез келген ситуация береміз. Сол ситуацияда не істейтінін бізге көрсет. Жарай ма? Сен мысалға елестет осындай бір үлкен жобаға, үлкен халықаралық байқау, мықты балдар жиналған. Сен кәдімгідей қатты дайындалдың, бірнеше айлап сол жобаға дайындалдың. Сол жобаға дайындық жасап, сол кастингке келдің. Сен қасында сенен нашар бір бала болды. Сенен нашар бала болды да. Бірақ именно сен емес, сол баланы өткізіп тұр да бәрі. Сол кезде сен естесің, сол кездегі эмоция барлығын көрсетші. Неге ол баланы өткізесіздер? Неге мен емес, мен одан да жақсы айттым ғой. Сахнада да жақсы тұрдым. Неге ол баланы, неге менен үстін, менен Асуа айтылияда. Нәрсе өзің еркін ұстайды? Давай, басынан көрсетші қазір. Басынан беріңіздер. Сізге ресқа берілейік. Адас, сіздің өнеріңіз өте жақсы, бірақ бұл өнермен емес, біз сізде емес, қасыңыздағы Ержанды қабылдасақ па деп тұрмыз. Ержан, рахмет, сіз өте өттіңіз күшті. Азат, сіз дайындалып келіңіз. Неге оны өткізесіздер? Неге мен емес? Мен одан қарағанда қайда жақсы айттым ғой? Сіз бізбен ерегіскіңіз келіп тұр ма? Жоқ. Онда неге біздің шешімізге қарсы шығып жатсыз? Енді сіздердікі де дұрыс емес қой? Қалай дұрыс емес? Біз комиссия мүшелері, біз емес пе, сіз емес? Енді сіздер болсаңыздар да бұл жерде әділетсіздік болды ғой. Мен мойындаймын, Ержан әкесін ақша алғам дегенсің. Тез мойындап қойды дегенсің. Жақсы, Адас, рахмет. Жақсы. Келесі.
Менің атым Турумұрат Альмира, мен Шымкент қаласында тұрамын, мен жасым 13-те. Тек мимикамен көрсетесің, мен айтқан эмоциялардың барлығын. Төре ма? Ең алғашқы эмоция ол қуану. Арамдық. Қайтарыс. Ашу. Қорқыныш. Мұң. Шоқ. Ойбай шоқ. Таң қалды. 100 миллион ұтып алдым ау. Жақсы. Дайындаған өнеріңіз бар ма? Жоқ. Жоқ па? Ситуация бересіз. Ағай сіз беріңіз. Так. Давай тогда саған ситуация былай болсын. Альмира магазинде болған оқиға, балаңыз бар сіздің, балаңызды таппай қалдыңыз. Үлкен сауда орталығында балаңызды таппай жүрсіз, бүкіл халықтан сұрап жүрсіз. Так балаңыз негізі ойнап далаға шығып кетіпті. Сол кезде сіздің Телефон шылап отырасыз. Жаныңызға қарайсыз, бала жоқ. Паника создавать болды. Сөйтесіз кинода арнайма. Балам таппай қалды, балам көрдіңіз бе? Көрдіңіз бе менің баламды? Қандай киімде еді балаңыз? Сары киімде, сары футболкада еді. Бойы қанша? Кішкентай бала қыз ба? Қыз баласы, иә? Көйлекте, сары көйлекте, иә? Ой, білмейді екенбіз, камераға барсаңызшы, камерадан көруге болады, охранник етіп. Балаңыздан құтыламай жүрмедіңіз? Жоқ, мен балам таппай жүрмін. Балаңыз таппай жүр, сол ке? Қопты сырттан іздесеңіз болады енді. Рахмет, Альмира. Нормально білмейді, рахмет болады. Альмира, иә. Қанша уақыт болады? Неше сабаққа қатысты? Үші ма? Үшінші, болады. Төртінші кісі шағыр жерді алды. Менің атым Талабаева Сыназ, жасым 13-те, жаңа Талбауында тұрамын. Сізге қазір түрлі эмоцияларды береміз, сіз соны камераға қарап орындасаңыз, иә, үнсіз кәдімгі мимика. Бірінші эмоция бізде қуаныш. Камераға қарап қуаныштың қалай болатынын көрсетсеңіз. Қуаныш. Иә, қуаныш эмоция. Камераға асыңыз. Короче, проблема дальше. Мақұл, келесі бізде ашу камераға. Ашу заңды көрсетіңіз. Ашуын камераға. Қараптан барып біреу дұрыс болды. Ашуынан бесін. Шоқ. Шоқ. Сосын өзі жүрді. Ойба. Қорқыныш. Арамдық. Қайтарыс. Күшті. Мықты. Болды? Сосын болды. Қандай ештеңе дайындап келмедің ба? Ситуация так. Бір жерде бір кісі көмекке мұқтаж екенін байқап тұрдың да, бірақ енді сенің ойыңда арамай жоқ қой. Ол адамға өзіңше көмектессең, ол алаяқ екен да. Сен алаяққа көмектескен үшін мына жақта барлығы сені кінәлап жатыр. Ойбай ұры, бұл ананың сыбайласы. Сол кезде сен ақталып жатсың соларға. Өйткені сен жақсылық жасаймын дедің да, бірақ алаяққа көмектесіп отыр екенсің да. Сөйтіп барлығы сені кінәлайды, милицияда келіп сені кінәлап отыр. Біз сені кінәлаймыз қазір. Сен ақталуың керек. Сен ақталуың керек. Түсіндің ба? Яғни, В общем, жіберген самсаң ақша төлейін жатсың. сен таза алаяқ екенсің ғой. Біз сені олай ойлай ма? Сен бұл телефонын істеп кеткен? Иә. Қыз басың мен ұялмайсың? Ұялмайсың ба?
Мен ештеңе істеген жоқпын. Қалай ештеңе істемедің? Көріп тұр ғой сен. Ана заттың барлығын. Камерада көрсетіп тұрмын өзің алғаныңды. Жаңа сыбайласына көмектесіпсің, беріп жүрсің. Қолымен алып бергенсің сен, көрдік біз. Мне нравится, что ты синтезируешь. Полиция шақырыңыздар, болмайтын сен жинаңыз. Жаңа көмектесің. Өтірікші. Менде бар ма? Сен білесің ба? Иә. Қанша жылға сотталатыныңды осы арқылы? Ол зат біздің мекеменің ең құнды заттарында. Қалай сен оны беріп жүресің оған? Беріп жүргенде екеуін білемін. Просто білмеске ауыды мынау. Таза әртіс ғой ма? Иә, сіз ғана таза. Өзің. Қайықтың алған? Қалай ағам көрдім ғой, мен өзім көрдім ғой. Бейті бір көтпей тұр қарсы. Ұсталыңыз өзіңде жоқ па сонда асыңыз? Сіздің? Қайтып ақтылы? Ағам ғой. Сатып жіберген ақшасын бәрін. Сол ақшасына киініп алған ба сен? Aslında bana veriyorsun. Sensin. Her zaman tanıdık verdim ama ne istiyor? Менің есімім Рахимбаева Дамира, мен жасым 14-те, Шымкент қаласының тұрғынымын. Қазір саған бірнеше эмоцияларды айтамыз. Камера. Соны тек мимикамен ғана бізге көрсет. Бізге болғанда жаңағы камераға қарап көрсетесің. Сол мимиканы Камера ортаға қоямын. точно көрсетесің. Қыздар бір шет. Дайынбыз ба? Ең алғашқы қуанышты көрсетеміз бізге. Камераға қарап. Вау, ура, күшті! Күшті той бұл! Ашу. Той! Сөзсіз көрсете беріңіз. Тек ашу, мимикамен. Қимылдамайды, бір орында көрсетеміз. Бір орында тұру ғана кет, мимика, камераға қарап. Жаңын ашып тұрғызып көреді. Келесі мимикамызде таңғалу, камераға қарап. Таңғалу, шок, арамдық, сосын соңғысы мұң. Рахмет. Жеке өнеріңіз бар ма? Мұқағали Мақатаев. Шеше, сен бақыттысың, жыламағын. Жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой, қасыңдамын, өлмеймін мен өзіңде асылданмын. Таусылып берекеңді қашырмағын. Рахмет. Бары. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Серікбай Фариза. Қазір бірнеше эмоцияларды беремін. Тек мимикамен көрсете бізге. Ашу. Хитростьті көрсетші бізге. Ашу. Арамдық. Арамдық хитрость. Қуаныш. Таңғал. Реніш. Қорқыныш. Ашу. Истерика. Рахмет. Енді дайындаған деңізді көрсетеміз. Қандай жеке өнеріңіз бар? Сериал «Ненасытный», монолог Бетти Платтона. Быть леди означает врать. Говорят, правда дает свободу, но свободы нет, если ты леди. Мы должны красиво улыбаться, скрывать все недостатки и быть теми, кем не являемся. Потому что никому не нужна правда. Люди не хотят знать, кто ты, что ты чувствуешь, что ты натворила. Говорят все, что хотят, но они просто хотят видеть нас теми, кем считают. Потому что настоящий ты невыносимый и всегда не так. Быть в лучшей версии себя. Что за бред? Что если ты сломлена? Что если ты до чертиков устала притворяться?
Что, если ты так зла, что готова убить? Что, если ты — это я? Вот кто я. Америка. И я не долбанная леди. Мен Нұржан Жансұлу, жасым 13-те, Жібек Жол ауылында тұрамын. Түрлі эмоциялар береміз. Бізге қарап, соны тек мимикамен көрсетсең болды, сол жетерлік, иә? Сосын өз өнерім. Бірінші эмоция бізде қуаныш. Жасай бер. Ұялу. Ұялып қалды. Реніш. Арамдық. Қорқыныш. Келесі бізде ашу. Прям қатты ашу. Истер. Өте жақсы. Енді өз өнеріңіз. Галина Шатаева. Шыда. Шыда, шыда, шыдай түс, шыдата. Шыдамдыны мына өмір ұнатады. Үміттің құлан ел құлатаны, әйтеуір бір атат. Өкінме, өкпелеме бүгініңе. Өмір болмайды түңілуге. Мәңгі сені жазбаған сүрінуге. Қайта тұр, қақың бар жүгіруге. Түсінемін жаныңның ауырғанын. Шыдадың ғой, шыдай түс дамылдағын. Йоқтадың тәсілін қабылдағын, басқасына басырып табынбағын. Жақсы. Жақсы, рахмет. Келесі. Мен Дүйсебай Райым Бауыржанұлы, Сарыағаш ауданы Ынтымақ ауылының тумасымын. Жасым өмірде. Бізге қарап, эмоцияңды көрсетесің, мимикамен, иә? Түсінің ғой. Бірінші, бізде таңғалу. Өзім даусым шығарып айта берейін ба? Болады, бірақ текст айтпай қойсын. Түрін көрейік бізге. Келесі бізде ренжу. Сосын ашу. Ашу. Қорқыныш. Ұялу. Ұялып қалдыңыз. Сосын мұң. Жақсы. Дайындаған өнеріңіз бар ма? Ситуация. Сен таксимен осы жерге келдің де, асығып үйден ана негізі автобусқа мініп жүрген баласың ғой күнде. Таксимен асығып келдің де, өкірейін десең қалдыңда ақшаны үйде қалып кетті. Таксистке айтатын. Таксистке не дейсің? Мына таксист ағай. Ақша. Ал, сен 700 теңге болды. Кешіріңізші, үйде ақшам қалып кеткен. Қалай мұндай өтіктер? Онда өтіктер күнде ескеріп, сен сияқты алаяқтар талайын ескермей. Берсе ақшаңды, адам мұсаға келдік қона. Ақша жоқ менің. Каспийіңіз бар ма? Каспийді тастайсаңыз? Иә, үйге барасың Каспийді тастай саламын. Ол да өтік. Өтірек ол Сенің Каспий. сенбейді. Лақтырайын деп тұрсың, осы емес. Лақтырмайын. Ой, таза Қалай алаяқ. құтыласың? Қарашы, таза алаяқ қой. Қалай құтыласың? Ұялмайсыңдар ма? Жасы, қазақтың балдарысыңдар, ұят деген қайда бізде Кешіріңізші, қазір үйге барасың, ақшам қалып кетті дейді. Шымен саласың ба? Салам. Сенбей тұрмыз саған, сен көресің алдап Сен тұрмыз. сеніңдер? Сен алдап тұрсың, күліп тұрсың ғой. Салам да. Етекші ма? Жақсы. Болды. Менің атым Тоқтар, жасым 14-те, Шымкент қаласында Нұрсат ауданында тұрамын. Қазір саған түрлі эмоцияларды беретін боламыз. Сен тек соны бізге қарап, мимикамен көрсетсең болды. Иә? Түсінің ғой. Ай. Қуаныш. Yes! Yes! Мен бұны бірінші мәрте көрдім ғой. Қайғы. Сөзсіз сөйлеп.
Хитрость. Қол. Арамдық. Шок. Қорқыныш. Ұялу. И. Мачо. Еркек жігіттердің көзқарасы бар. Алғаш. Шырақтым ә. Ситуация бересіздер? Өнер жоқ па? Өз өнеріңізде бұл ситуация бересіз. Сенің әйелің барлық сенің ақшаңды, үйіңді сатып жіберіп ақшамен ұрлап кетті да. Және де өз ойнасымен қашып кетті. Сол ақшамен бірге. Сен оларды тауып қойдың. Тауып алған кезің дейді. Сен ба әйелің? Мынау әйелің? Анау көңілдесі, мынау сенің әйелің, мынау көңілдесі. Сіздер оларды көрсете береміз. Иә, бұл жерде тұрып, бірақ айта бер осылай. Сен жауап беріп отырасыңдар. Берген бер. Не істеу үшін бұлардың қасында? Тоқтар. Мынау қасындағы кім? Сен дұрыс түсінбедің. Жүрші сөйлесейікші. Мен сөйлесе алмайды екем. Сауырсатсай бол. Қалай бауырым саған? Не демекшісің? Не? Қатын өзі жабысқан маған. Жабысса енді сен де жабысуың керек па не? Конечно, кеп тұрған адам бұл. Өзің әйелің ше? Өзім әйелім кет қалды басқа бір. Сен де сондай көрсің. Сен әйелің. Тағы ситуация беріп көріңіздер. Жақсы, тағы бір. Қызға сөз айта алмай тұрған ұялшақ жігіт. Жас көретін қызым мен маған қарап айтып жүрсің. Сөз айта алмай тұрсың. Короче, жақсы көресің, айтамайсың да. Иә. Бірақ мен жаңағы жігітті ұнатып, қасына қызғанып қоясың. Мына жігіт ұнатып. Арайдың. Жалпы маған сөз айтылмайды осы жігіт. Бірақ сіз істеу. Білесіз. Саған бірдеңе айтайын дедім. Тоқтар, не айтасың тағы да? Ұялып қайтасың ғой? Кетші. Жақсы көресің. Не істейтін тағын жақсы көресің. Еще қолына ұстап. Давай, Тоқтар, молодец. Біз Балқия облысы. Бізге қарап ойнай беріңіздер. Бізге қарағанда өздеріңіз ойнай беріңіздер. Айсара, иә? Камераға неге назар аудармаңыздар, бізге өздеріңіз. Кезінде біз келін болып түскенде не іштік, не жедік мен шаруашы, ана жаңа келінге беріп өліп отыр. Балқияны тұз алып берші. Тұз жоқ қой мынада? Қалай жоқ? Өй, жаңа жартысынан көбі бар еді ғой. Менне үйме алып кет дейсің ба? Жүрген ана Зияда жалман келді, сол алып кеткен ғой. Ой, албасты Зияда бір қасығын амды барын алып кетіп қалыпты ғой. Несі бар, қазіргі дүкенге барып келе салам тез. Ой, енді сенде жүрмамашы. Нан жайға жарамайды мен қолым. Кетті, осының істейтін бәрін Айсара. Анау істемесе Айсара, мынау істемесе Айсара. Өзіңе де обал жоқ. Жүксірім болып біттік. Отыр сүмірейіп, 40-қа келгенше бөлек шыға алмайды. Қысқа нұсқа айтатын болсақ, енді камерамен жұмыстары сіздерге қиындық тудырады. Бірақ образды жақсы зерттегенсіздер, іздегенсіздер, соны көріп тұрмын, киімдеріңізде бар. Бірақ текстке барынша назар аударып айтып береді. Кейбір тексттеріңізде өздеріңізге сенімсіздік байқалды. Бірақ енді сіздердің жастарыңыздағы балалар үшін жаңағы 30-дан 40-тан асып кеткен әйелдердің образын ойнау қиын болуы мүмкін. Сол үшін алып шыққандарыңызға рахмет, жақсы асылын жарайсың. Өте жақсы. Жақсы сендер. Мен айтатын болсам, қыздар жаңағы келінжан образындағы Айсара, иә? Айсараның ойнаған актрисаны білесің бе? Кім? Дариға Бадықова. Дариға Бадықованың образын алдың, ол кісі өте қымбатты. Сұлайлар өте көп болады, ол кісі. Иә, көкбет. Иә.
көкпеттікті беру керек еді кішкене тағы. Көкпеттік сәл жетпей қалып, сосын жаңа бір-бірлеріңді партнер жауып жатсыңдар. Тоже енді апайларым айтып жатыр ғой, сол жағынан мән беріңдер. Бұл жерде мен қатты көре алмадым, бірақ маған ұнағаны осы костюм жағынан дұрыс таппасы да, алайда тағы да пісіру керек машина. Ассалам, Жансұлу. Бірінші рахмет. Осындай дайындалып шыққандарыңызға. Оның өзі үлкен ерлік. Осыншама сахнаға шығу, публикаға ойнау, қорқыныштарыңды жеңгесіңдер бұрынғыға қарағанда. Алдыңғы бағдарламаға қарағанда бүгін кәдімгі сахнаға шығып, емін-еркін ойнап бердіңіздер. Асылым, сенде бәрі жақсы, сенің эмоцияң жақсы екен. Басында көрдік қой бірінші. Эмоцияң тез ауысады. Сахнада. Енді камерамен жұмысты алдағы уақытта апайларымыз үйретіп жатыр. Оларға кешіріммен қараймыз, өйткені көптер болған жоқ қой сабаққа келгендерге. Бәрі жақсы. Реквизитпен дайындалып шығуының өзі өте керемет. Сіздерді білмеймін, маған да жақсы, керемет. Мен 5 деп баға қоямын. Рахмет. Рахмет. Келесі. Не болды? Қай атыр өзі? Бұлар миллиардер болған. Миллиард ақша Бұлаған жері, давай. Олимпиада ма? Сен неудачниксің, ал мен фабрик. Мен ба неудачник. Қазір көреміз, кім неудачник, кім фаворит, түсіндің ба? Тоқта! Сен қуасың ба? Миллион теңге түлі жерді ғой? Мен ба жалғыз басымда отыратын, мен миллион сасам сен 100 000 теңге салып алдым. Мен 100 000 теңге салып ғой, ешірсен аутсайдер командасына тікті ғой. Офисте оның бәрі тасташ, матч бастап отыр, қош, жырт тастады екен прямо. Гол! Yes! Yes! Мә, гол кетті ғой мені. Не істейміз айтшы? Гол! Ема! Yes! Қайттан кірді ғой. Не істейміз? Райан, еще минут ход көрші. Бітті ғой, основной 90 минут ход. Екі болды. Миллионыңды қайтарып бермейсің. Гол! Миллионды қайтарып бере ма? Қақтыға миллион сен миллиардерсің. А? Дайындалсаңдар жақсы дүние шығар еді. Тоқтарды жақсы молодец. Райым кейінгі 2 сабақ болса да жақсы нәтижесінде де. Ал дайындап келген дүниелерің үшін рахмет. Біраз зерттегендерінде, біраз сөзі дайындалғандарда бұдан да күштірек шығатын еді сіздерден. Атадық соңғы жағын ұнады. Эмоция бар, түр бар, сезім бар. Жігіттер дайындық аз деген көріп тұр. Дайындық өте аз болған. Мына жерде дүниелерін сәл шегілеу. Бұдан да жақсы дайындауға болар еді. Бірақ талаптарына нұр жаусын деймін. Бірақ бұдан кейін көрсететін болсаңдар мықты дайындық керек. Сылбыр шығуға, жаңағы камерамен сендер жұмыс жасап көрмегесіңдер. Камераға кішкене артқарап жатқан жерлерім бар. Бәрі былай жатқаным осы. Сол нәрселерді құрту керек, жігіттер. Бірақ ең ақырындағы гол миллион ұтқан кездегі Жаһанның образын шығардым бірақ.
сол жері ғана бәрімізді иә сендерді құтқарып кетті. Ал сол эмоция болмағанда сенде қазір мына жерде екеуің де дымының өтіп. Сол бір эмоция сендерді құтқарып тұр. Сол себепті сәттілік тілеймін, бірақ дайындалу керек. Екеуінде де қабілет бар екенін көріп тұр. Екеуінде районда да, тоқтарда да арасында кішкене байқалып тұр да. Енді бұл көріністі сендер тағы да жақсылап дайындалып, бұл көріністі тағы да көрінгелі болашақта, бірақ жоқ басқаша шығарғанда. Қызық болатын сияқты осы. Өйткені қазір айтып жатыр ғой енді соңғы жағында бізге бәрімізге ұнап қалыпты. Сондықтан басынан бастап бұл көріністі жақсылап алып шықсаңдар. Тоқтар, Раян, Тоқтар өте жақсы. Бірінші кірген кездегі эмоциямен жұмыста әдемі көрсеттің бәрін. Маған ұнады. Сол эмоциясына қосып айтып кеттіңіздер. Бірінші кірген кездегі. Раяндда да эмоция орташа, иә? Енді Раянға түсінішпен қараймыз. Бір сағауат енді. Ал Тоқтар бастамасы жақсы бар Раян. Сен бір сабақ өтсең де, сенің өзің табиғи таланттың арқасында бір ай бойы оқып жүрген балалардан да асып түсінесің былайша айтқанда. Сондықтан саған рахмет. Бірақ дайындал жақсылап. Тоқтар екеуінен әлі көп нәрсе күтеміз. Жаңа қойылымдарыңызға келетін болсақ, жақсы. Мен әріптестерімді білмеймін, өзіме ұнады. Мен кәдімгідей мен айтамын, бұл фильмді көрмесем де, уже кешегі балдар бар, сендер бар, уже көргендей болып отырмын. Бүгін обязательно көретін мен. Жақсы, анау сезімде білді ғой деген Тоқтар. Сезімді кәдімгідей. Сол образға кірді, сезімді. Партнерің жақсы пас беріп отыр да, Раян. Уже сен образға кіруінің басты себебі Раянның саған дұрыс сөздер подача бергеннің арқасында сен образдан ашылған. Значит, сен екеуіңде де жақсы деген сөзді. Сондықтан күшті, керемет. Егер шынымен алдағы уақытта болашақта кастингке барып жатсаңдар, дәл осылай дайындалыңдар және бұдан да қатты дайындалсаңдар, сендер үлкен фильмдерде кастингке өтеді деген ниеттемін. Рахмет. Мен Шейда Блоссом деген стероны ойнаймын. Мынау Тони Топас деген қызым. Қандай оқиға болайын деп жатыр? Мынау жаңадан келген қыз болады. Мектепке, иә? Бір түсті киімде балаң ғой. Иә. Екеуің бірдей киім бар. Мынау менің сүйікті түсімді бар. Хорошо. У тебя лоботомия, Зак? Ты носишь мой фирменный цвет. Красный тебе не приложить, он же слал и до тебя. Только не в школе, Ривердейл. Его здесь изобрела я. Я и есть красный цвет. Не плевать. Даю тебе время до понедельника, чтобы ты очистил этот коридор от своих следов. Понятно? Ладно? Негізі қыздарға сабақ беріп жүрген мен болғандықтан бұлар білемін қандай екенін. Образ бар да, санаңыздар қазір ше, өзінің кәдімгі жаңағы тексті түсініп айтып тұр, өзі сезініп айтып тұр, ұнататын киносы болғаннан кейін, ұнататын дүниесі болғаннан кейін әдемі орындар шықты. Тек қысқа болса да түсінікті болды да, ол өзінің стерва екенін көрсетті. Негізі түріне алсын стерваға ұқсамайды болды. Иә, добрый қыз. Ал подача беру үшін мұнда Альмира көмектесіп тұр бұл жерде. Альмира оған. Альмирада енді біз в основном Асылназының несін көрдік, актерский. Альмира қазір тағы шығасың ба өзіңнің етінде? Тағы да шығасың ба? Өзіңде бар ма? Өзім қосып қоймаған? Иә, жаңа не алды. Идея. Жаңа басқа ақырып жоқ қоя сенде? Осы жерде. Аха, түсінікті. Нормально, иә. Тек бұл жерде біз Асылназының несін айтып отырмыз да, жаңағы бірінші турға қарағаныз, екінші осы қазір бар да, баға бірінші турда түсінген жоқсың сен. Эмоция бердік, ұялдың ба, қысылдың ба, қазір уже нормально. Бірақ соңында образдан шығып кеттің, күліп кетіп бара жатсың, екеуің де образдан шығып кеттіңдер. Сол жерде шамалы
тетик болду. А так нормально. Қыздар, жалпы алдында бір сахнаны алғаннан кейін бір сахнаның бір кішкене түсінікті жерін алу керек та. Түсінікті жер. Ол тек образды көрсетеді кетем емес, мына жерде тез тапсырып кететін деңгей емес. Ол ертең біздің кастингтен енді не алмайтын шығарсыздар, ертең үлкен кастингтерге барсаңдар, ол режиссерлар кішкене түсінбей қалады. Үлкен режиссерлар не көрсеттіңдер. Бірақ шын мәнінде мен асыл-насыл мен өнерін көрмеген екенмін. Басқаларына қалай білмеймін. Бүгін әдемі образ бердім. Жаңағы действительно ана қыздың образын әдемі беріп тұрсың. Сондай андай бір. Жүдә рахмат қыз ғой негізі анау. Соның барлығын жақсы беріп тұрсың. Сен тоже жақсы бердің да, бірақ кішкене қысылдың ба білмеймін. Ашыланмадың. Иә? Менің ойымша қысылу қатырек болған сияқты. Бірақ екеуінде де актриса сахнаға шықты ма? Болды. Барлығын ұмыту керек та, дәл сол адам образында өмір сүру керек. Сендер болды өмір сүрген жоқсыңдар. Өйткені келдіңдер да, әдемі біз сезініп отырайық, екі адамның образы не сезініп отырған кезде сендер бәрін ұмыттырып жібердіңдер да. Келдіңдер да, ыржалақтап, күліп, деп тұрсыңдар да уже. Біз уже бағанағы образдарды естен шығарып алдық. Соған мұқият болыңдар. Актриса, актер деген ол бір образға кірді ма, ол біткенше сол образда тұру керек. Бұл сендер қазір сахнаға шығасыңдар да, оның арасында көріп жүріп, мен олардың бір фильм емес, қазір отрывок көрсетіп атқаннан кейін шыға көріп болырсың. Түсініп қой. Былайша жаман емес, сәттілік. Қыздарымда біріншісін мен бастап айтыңыздар. Әріптестер тек болған емес, бірінші турдағы өз өнерін, эмоциясын бәрін қосып айтыңыздар, бұдан кейін мен содан бастаймын. Асылыңыз біріншінде эмоцияда қысылу болды. Сенде мен өткенде бірінші кастингке келген асылыңызды көрдім ол кезде. Ал қазір екіншісінде уже бізде оқып білім алған асылыңызды көрдім. Яғни образда әлем берді. Мен сен тағы қысылып қалмайып жоқ. Әлем тұрып бердің. Образ бәрі ашылды. Альмира да жақсы. Бірақ енді жаңағы соң жағында көркелер негізі ол дұрыс. Зәлем бұл. Келді да қысқа болып қалды біріншіден, екіншіден соң жағында енді күліп жіберіп қазір маған кешіріммен қарайды, бірақ болашақта ол нәрсені қайталамаңыздар. Өйткені ол сіздердің қателіктеріңіз болды саналады. Образда емес. Образда болмай қалыстарда болашақта отырған фильмге қатысқан кезде болмаса үлкен фильмнің кастингінде ана жерде отырған кісілер оған дұрыс қабылдамайды. Сіз өтпей болғаныңыз. Сондықтан алған білімдеріңіз жақсы, үйренгенсіздер, өздеріңізде бар жақсылар. Бірінші фильмнен қарағанда өзіңіз уже қатты қысылмайсыздар. Қазір кәдімгі сахнада тұрсыздар биік жерде. Сондықтан бәрі әдемі, маған ұнады. Алдағы уақытта сіздерді бұдан да жақсы, бұдан да керемет дүниелер күтеміз. Рахмет. Рахмет. Тек қана қыздардан бірінші шығарым, бірінші маусымнан. Кіммен кімнің образы? Мерекемен. Мадинаның емдер. Жоқ, аты қалай еді оның қасында? Томпақ бар? Жоқ. Арық. Сенде дайындалып болсын. Қыздар ұмытып тұр ғой. Кейіпкерін аты. Жарайды, түсінікті. Сәлем достар. Мен Алматыға аман-есен жетіп ой, болмайды. Ойнап отыр. Давай. Камераға бізге ашып ойнаймыз. Бері қарап ойнаймыз. Сіздер сахнасы. Давай. Bir нәрсе қамдай. Той, баста.
Қыздар мен Алматыға аңнан жетіп алдым. Погода өте күшті. Кешіріңіз. Света ғой? Көшеге симай жүрсің ба не? Кешірме маған істейсің. Кешіріңіз, екінші қайталамайды. Екінші көзімен кешіріңіз болса аяламай түсіндім. Кешіріңіз. Неге күлесіз? Неге күлесіз? Әдемі жасап келімдерді неге күлесіз? Жаңағы қыздардың Болды ма осы? осы ма қыздар? Ол қыздардың атын білмейсіңдер ғой қыздар? Қайта ойнағансыңдар? Кейіпкерлерімді зерттемегеннің кесірінен ғой. Ана просто қыз ба негізі? Сәминаның өтіп бара жатқан қызы. Аты жоқ, сондай заты жоқ қыз ба? Или главный рөл ойнады ма ол жерде? Главный рөлінде Мереке деген қыз ойнайды. Я Мерекені білемін. Мерекені түсіндік Мереке екен. Сенің образда қызың аты кім? Есімі мақұл. Маңызды емес образ болса түсінемін да. Ал басты кейіпкер болып ақыр соны зерттегеннен кейін оның есімін біліп солай зерттеген дұрыс қой, ол бастан қайта ойнап шықты деген сияқты. Образдан шықпаймыз, соңғы жағын шай жегендер ғой. Тілмен айтқанда шай көткендер ғой. Нормальный бастап келдіңдер да образға келіп. Соңында күліп, еркелеп отырсыңдар ма? Жалпы бұл көріспен не көрсетіп қысқа болу керек. Қысқа болды, иә? Емес. Нормально. Сіз қате түсініңіз, қысқа емес, просто бізге бір сахнасын алып келеді. Бір сахнада эмоция, жаңағы бір ситуация болу тиісті, сол бір сахнасында. Қазір бұл жерде нормальный ситуация болып тұр. Екеуінің арасында соғысып қалды, и анау ашу ызасын көрсетті. Соның өзінде көптеген нәрсе көрсетіп тастауға болады. Араста Дамира да рөлі енді көрсетіп тастаса болып, соның өзі жетіп жатыр. Ол қанша ұзақ сахна болып, қанша ұзақ отырып күшті текстер болғанымен оны жеткізе алмаса, ол бізге тұрмай қажет емес. Негізі нормальный басталды, но біраз дайындалу керек қыздарға. Жаңағыдай болмайды мысалы, жауапкершілікпен қарау керек образ іздеген кезде. Сонда күліп жібермейді. А так Адас молодец, Адастың образы шығып тұр. Дамирада да бар, бірақ Дамира білмеймін. Комплекспен жүрдің ба, түсініксіз болды. Бетін шашын жауып тұр, түрін эмоцияны көріп тұрған жоқ. Адаста енді көріп тұр эмоциясы, даусында шығып тұр. Сенің кешірім сұрағанын бөліп тұр да, кешірші деген. Сол жер шамалы шынайылыққа келмей қалды. Сол. А так, ағайларыңыздың? Нашар. Жоқ. Дым. Қыздар, екеуінде де сенімділік жоқ. Алған образдарына сенімділік жоқ екеуінде де. Андай, білмеймін, дайындық мүлде аз болған сияқты. Менің ойымша дайындық аз болған, піспеген дүние. Ол жерде кішкентай қызды айтып отырған сенің образың сол ма? Екеуінің соқтығысып қалатын жері дегенге қарағанда маған сол жері есіме түсіп жатыр. Ол қызда мысалға ше, сол кешірім сұраған кезде көрсеңдер қандай басқаша да кешірім сұрап анау мерек, иә, сен андай сенімсізсіңдер. Әшейін көшеде соқтығысып, андай қылған саңсыздар, ол киноның авторы емес, мен кешірім болды да деп ше. Ондай емес, бұл жерде кәдімгі образ, мимика ойнату керек. Оларда біз не үшін қызық көріп жатырмыз, оларда кәдімгі ойната алған. Мереке. Сен Мереке айналайын, Мереке образын білесің ба? Қандай, деп ше? Мереке сондай ғой? Сені бір еркек сияқты Мереке сөйтіп өтеді. Мына жерде андай жай ерексу болып алды, жай ерексу. Сол қыздар, бұл жерде бірден сенің алдындарыма әдемілеп жеткізуге тырысыңдар. Сылбыр қарауға болмайды. Сылбыр қарағандарын жаңа ақырда күліп жүргендерінен байқалып тұрды. Артарының да күліп жүргеннен байқалып тұр сылбыр дүние екені. Ал мықты дүниені мысал үшін ақырда күліп жүрмейсің, оған өзің сеніп тұрсың да, біреуге кіріп тұрсың, сен содан шығамай қаласың. Актер сондай болу керек, рөлден шығамай қалу керек. Ал сен екеуің шығып беріпті. Значит, сендер басқа образға беріп тұрсың. Сол. Келесіде бұл кастингте қарап жатырмыз, бірақ ертең бұдан да үлкен бір кастингте барсаңдар, мына дүниені қатты құптамайды. Дұрыс па? Бірақ ана бірінші өнер көрсеткен кезде
эмоция көрсеткендерің маған ұнады негізі. Бірінші кезеңдегі өнер көрсеткендерім ұнады, бірақ мына екінші дайындаған дүниелерім сосын бір түсініксіз жерін алғасында. Қатты түсініксіз. Өйткені мимикамен ойната алмайсың ба? Вообще алмау керек та. Басқа түсіндірікті дүние алу керек. Сәл маған негізі маған ұнады. Сіздер қазір көрсетіп отырған көріністерім адас әсіресе жақсы. Бағана бірінші турда сендер екеуіңнен де эмоцияны жақсы көрсеттіңдер. Дамира, әсіресе сен неге қазір кішкене қобалжыдың, тезірек көрсет, қашқың келген сияқты қазір. Құтылып, тезірек осы көріністі. Бірінші тур әдемі шықты сенде, эмоцияны бәрін көрсеттің бізге. Ал екінші туры керісінше тезірек сөздерді айтып, қашып кеттің да сахнадан. Сол? Азат, Дамира, Азат адасып қояды, Азат деймін. Бірінші тур бойынша жақсы, бірақ адас пен эмоциямен жұмыс жасау бағдар тұралыпты, оқалыпты, бір-екеуі қорқынышпен жұмыс жасау керек. Адас, ал саған керек эмоция екен, сен әншісің, еліміздің қазір жатқан. Ал ән айтқан кезде түрде мимикада эмоция болу керек. Өйткені көрерменді бағалау үшін керек те ол нәрсе. Қалыпты айтсаң ол көрді жоқ шығады. Аузының сөз жоқ, аузының бәрі керемет. Сұлу болып айту үшін эмоциямен жұмыс жасау. Сол үшін біз жаңағы эмоцияларды көрдік. Сосын біз кастинг деген бағдарламаны не үшін жасадық? Кастинг деген бағдарламаны жасаған себебіміз болашақта сіздер кастингке барғанда қиын болмасын деді. Біріншіден, екіншіден біз өзімізде бөлек фильмдер түсіреміз ғой. Яғни өзіміз жаңағы Нұртөбе деген каналымыз бар. Сол жерге осы өзіміздің арамыздан оқушыларды да таңдап алайық. Сіздерді арнайы сол фильмге тарту үшін де істеп жатырмыз да бір жерден. Ол кәдімгі тегін түсетін фильм болады ертең. Сол үшін де жасадым мен. Яғни өзіміздің оқушылардың ішінен үлкен оқушылардың ішінен таңдап алайық. Сондықтан осы кастингке дайындалғандарым үшін рахмет. Біріншіден уақыттарымды бөліп, реквизит дайындап, екеуің де мысалы алыстан келіп отырған қызсыңдар. Мен сол үшін рахметімді айтамын біріншіден. Апайларымның айтқанын тыңдағандарың үшін, біздің қойған талапты орындағандар үшін. Ал образ жайлы келетін болсақ, жаңағы апайлар айтқандары дұрыс, оның бәрін сендер қателікті түзету үшін айтады. Солай қабылданады. Көңілге алуға болмайды. Просто қателікті түзету керек. Ағайыннан да жеңіл ұнайды, значит, біз солай жасауымыз керек. Жаман көріп қалмаңдар ба? Иә. Бұл кісіні сол үшін жасадық. Иә. Бірінші турда Дамира айтылды ма, өзінің эмоциясын бәрін күшті көрсетті. Екінші турда ашылмай қалдың да, сен теріс қарап, ал адаста әдемі шықты. Деп өзің таусылап өзіне лайық болмаса. Керемет, әдемі, бұны қаласа. Әлі алдағы уақытта бағдарламада бұдан да жақсы дүние күтеміз сіздерден. Рахмет. Нерв деген фильм, бұл жерде екі подруганың ұрысы болатын болды. Ой, да ладно, вы даже не говорили с ним. Расслабься, я даже не удивилась. Да, чему тут удивляться? А вот я удивлена. Я сегодня чуть не умерла, а ты не брала трубку. Ви. Ну прости, то есть рисковать. Значит, жить в твоей семье, ты этого добивалась? Нет, я просто хотела тебе помочь. Знаешь, ты самая зажатая из всех моих подруг. Ты держишь меня рядом, потому что я всегда молчу? Да, именно, потому что ты ни слова не веришь о моих комплексах. И не говоришь о том, как я только таскаю под ней в кровать. Зато орешь об этом на весь город. Так что вперед, удиви нас, покажи, какая ты раскованная стала после обеда. Пойдем. Постой, остановись, послушай, это просто игра. Ты всерьез веришь, что такой парень, как он, останется с тобой после того, это все закончится? Как можно такое аппетитировать? О, только ты говоришь, что другое. Ну так, вырасти со мной.
что какая-то игра в мир волшебным образом изменит тебя. Ну-ка, обломись, ты никогда не станешь игроком. Да. Ты же вроде любишь шипил одним, си, но это придется тебе запомнить. Потому что такие, как ты, только королевы школы. А потом до конца дней ты будешь ложиться под всех подряд. А если хочешь увидеть, кем стану я, подпишись ссылку. Текст мен түсіндім. Бірақ не себепті дұрыстау керек? Негізі бұл ойында мен королева школы ерс деген ойым бар. Ол жерде заданиені орындасаң ақша төлейді. Ол жерде әртүрлі қиын заданиялар береді. И бұл тихоня қыз, менің подругам. И ол задание орындап, мен ең популярный болып кетті. И мен оның жүрегін тартып аламын. Бұл қыз тихоня, иә? Басты кейіпкер кім? Ал сен істеп бұрын біздің емесін? Бұрын подругасы. Не ғой? Жансуға образы жарысты, негізі жаңа айтқан образ ше, басты рөлдегі қыздың түрі, шамаланды. Өздерінің асамблерін өздерінің нелерін тұқтаулар берді, образ бар екен шамаланды. Тұрысты да зеттеу береді, әдемі тұруды да. Фариза мұғалесін өзі өте жеңістер. Жақсы, Фариза сен таптың мен негізі. Енді біз прямо орысшанда қатты түсіне алып бере алмаймын. Себебі теңсеп себепті да. Сахна тілімен көп жұмыс жасау керек ше. Қазақша дүниелерді алып көрсеңіздер дейміз де болашақта, өйткені ол да күшті шығатын сияқты сіздердің кейіпкеріңізде. Ізденістерің үшін үлкен рахмет. Одан кейін образдан шығып қалады. Жаңағы алтын қыздарымыз сияқты. Эмоция бар, түр бар. Енді болашақта өздеріңізге лайық, түрі де, барлық жағынан образын барлығы келетін алсаңыздар. Жаңа айтып отыр ғой, сен арамыңызсың ғой, Фариза. Сен өз түрің арам емес та ше? Сондай да түрің арамың қыздақ сондай да. Атақ іздемейсің, бірақ арамың қыз жасау үшін саған біраз нелер жасап түрің типажыңмен ше. Ал Кім Жансұлудың образы қона қалды, жаңағы Балқияға қарағанда бұл образы қона кетті. Өйткені Балқия уже үлкен әйелді, ал мына образда бұл әдемі қыз бола салды, орамалын шешіп, сол ұқсап қалды. Бірақ жақсы, ұнайсың ба? Жалпы жаман емес, екеуінікі маған ұнады, күшті. Әсіресе екеуінің образ, негізі ол российский кино ба да? Американский кино ма? Мен американский кино, российский киноларда осындай қыздар жайлы фильмдерде байқаймын. Мен ең әуелі жасамаған образ жағынан осындай типаждағы қыздар болады негізі ше, ол фильмде. Мен ол фильмді көрмеген, бірақ киім жағынан жалпы екі түрлі образды әдемі таңдағансыздар да. Сол ең бастысы маған ұнап жатқаны, и сосын сол образға кіріп шықпай екеуін кәдімгідей сол адам екенін сезініп ұрысып жатсыздар да, ол да қатты ұнады. Ең бастысы ізденіс бар, еңбек бар, айлықтарың жақсы көрініп тұр. Режиссерсің көзқараспен қарайтын жақсы ізденесіңдер да. Жансұлу негізі сенің түрің қазақи да ше. Негізі айтып тұр да, образы просто біздің қазақтың стиліне ауыстырып жіберсе жақсы келеді да. Жаңағы осы киноны да. Ал білмеймін, бұл фильмді мен көрмеген, көрсем айтатын едім өйткені. Бірақ Жансұлу қазақтың қызықса ойнап тұр кәдімгі. Жоқ, бірақ жалпылама ұнады, енді барлығында жаймен түзеледі ғой. Бірақ басқа өнер көрсеткен қыздардың арасында ең өші дүниелердің бірі сендердікі болды, сол үшін сендерге шақырып барсақ та болады негізі. Тамаша, бірақ бұдан да артық еңбектенсеңдер, бұдан да артық пісірсеңдер, бұдан да керемет дүние шығара алады екенсіңдер. Мен соны ойладым. Кішкене эмоцияны тағы да қосқанда, кішкене тағы да қатты кішкене еңбектеніп жүргенде, бұдан да керемет дүние шығады. Талқылауға келетін дүниелер ше, дүниелер талқылай да алмаймыз ғой. Қысқа дүниелер не деп айтарлықтай өзіне оған, а мына дүниені талқылауға келеді. Ең бастысы сендерде басы бар, ортасы аяғы бар. Бір сахнаның бас орта аяғы жасарасыңдар.
образды ізденгенсіңдер. Ең бастысы ізденіс, еңбек бар, бірақ бұдан да тағы да қосымша еңбектенсіңдер, бұдан да күшті дереже болады. Рахмет. Мен неге жаңа сұрадым, кім мына жерде басты кейіпкер, кім қандай рөлде екені, сендердің мына кейіпкердің мінезі түсініксіз болды. Сендер оны көрсете аласыңдар. Ренжімейді, бірақ мысалы мына менің коллегаларым түсінбеді. Не туралы, неге ұрысып жатыр, иә? Мына екі қыз негізі түсіндің бе? Өйткені неге сендер текстті жақсы айтыңдар, иә? Жалпы ұрысуды көрсете алыңдар. Образды, реквизиттерді бәрін жақсы істедіңдер да, еңбек көріп тұр шынымен де сендерде. Бірақ образдың өзіне, рөлдің өзіне кішкене кіре алмадыңдар. Неге екені жалпы түсіндір ма, неге мына екі қыз ұрысып жатқанды, неге екеуі? Мына олардың кішкене менталитеті басқаша ғой енді бізге қарағанда. Жалпы не айтуге есімдер. Сәл кішкене, білмеймін, қалай айтсам екен. Именно стерваның рөлі келмей тұр. Өйткені бұл қызымыз кішкентай, түрі де кішкентай болып тұр, өйткені аты ізденгені. Жоқ, менің ойымша бұл жерде кішкене ойымызды әрқайсылары шатастырып отқаны, бұларда кішкене сәл темп жылдамдау болып қалды. Сол жағы шығар, бірақ образ бар. Образ бар да жақсы ұрысты бір-бірімен, бірақ эмоция жетіспейді. Мысалы мен шетелдік фильмдерді көрсем, негізі ұрысқан кезде ұрысып кете бермейді, осындай да бір образдар болады. Тамаша, қыздар, ең бастысы маған ұнады. Так, енді мен қорытындылап кетейін. Жақсы, мен Жансұлуға да, Фаризаға да өте жақсы деген баға қойылып келеді, өйткені екеуі де бірінші топ бойынша эмоциямен жақсы шығып жатады. Бірақ, актерлыққа қызығушылықтарыңыз көріп тұр да. Яғни бірінші күнге қарағанда, бірінші передачаға қарағанда ашылғысыздар. Мазақтаймда кішкене қызығушылық болды. Мысалы, Жансұлуда да болды, Фаризада қобалжып, Фариза келе сап түсіп тұрды, өзі түсінбей қалды. Сондықтан оқып жатқандарға көп болмаса да, бірақ осыған дейін оқып, 2-3 ай оқып жүрген балалардан аз түсінісіңдер екеуі. Былайша айтқанда өте жақсы, керемет реквизитпен дайындалып келу деген, сахнаға шығу деген ол қобалжып. Концерттан біреуді әкеліп сахнаға шығып сөйледіш, қобалжып, дірілдеп үлкен кісінің өзі. Ал сендер сонда ерлік жасап, сахнаға шығып көрсетіп отырсыңдар. Оның өзі бір ерлік. Енді осы алдағы уақытта бұдан да жақсы деп күтеміз. Өте керемет Жансұлу, Фариза, сіздерге рахмет. Образдарды жақсы келтірдіңдер негізі. Ол мақал орысша көп сөйлегенмен, просто түрлеріңді көрді біз. Сендер образдасыңдар. Ал енді сонымен жұмыс жасап жіберсе, апай-ағайдан сәл-сәл, онdan da жақсы шығады, дұрыс па? Сондықтан рахмет. Рахмет. Құрметті оқушылар, баршаларыңызға рахмет. 2 күннен бері дайындалып жүргендеріңіз үшін мінекей нәтижесін де көріп отырмыз. Жаңа жеке-жеке айттық. Айтылған нәрсенің бәрін бұдан кейін дұрыстауға тырысыңыздар, мақұл ма? Өйткені бұл жерде біз сіздерге жақсы болсын деп айтты. Мысалы, Қазыбектің де батырып айтқаны сол. Яғни сендерді түзеленсіңдер. Сын түзелмей, мен түзелмейді деген сөз бар. Өте жақсы. Асыл мысалы образдарды жақсы. Сен дарының бар бойыңда. Ол басында кастингтен қанша баланы ішінен алып қаламыз сен, оны өзіңді білесің. Екеуін қатар келдіңдер ма санаңыз екеуін? Сондықтан біз қанша осы 600 баладан қатысқан кастингке? 700 болғанша, мысалы, каждый перед жастардың 66 саны шықты, әр передачада 10-12 баладан бір есептегенде қанша баланың ішінен сіздер іріктеліп қалып отырғандарыңыз. Сондықтан біз қуанамыз, мақтанамыз сіздермен. Енді бұдан да жақсы үлкен көріністер, енді бұдан кейінгі бағдарламада кәдімгі жылап тұрып ойнайтын, трагедия көрсететін нәрселерді біз күтеміз сіздерден. Мақұл ма?
музыкальный фон болсын, басқа болсын, бізде қосылып жылайтындай қылып сондай дәрежеге жеткізсеңіздер, ол кезде сіздерден бір нәтиже шықты деген сөз. Бүгінгі енді бірінші передача болғандықтан біз сіздерге үйретеміз, түсіністікпен қараймыз қысқа-қысқа. Ал ендігісі одан да қиын болады. Яғни эмоциональный жерлерді алғанымыз. Яғни кинода біреудің жақын қайтыс болып өткен, біреуден айырылып қалған жерлерін көрсетесіңдер, кәдімгідей шаштарын жүріп тұрып жылайсыңдар үшін. Соның бәрін көруіміз керек. Бүгінгі бағдарлама үшін рахмет. Өте жақсы. Ешқандай бір әттеген-ай, мына бала мекерге оқып жүр екен, не алып жүр, ештеңе шықпайды ғой дейтін емес. Наоборот, бәрі жақсы. Барлығыңызда образ бар. Яғни дайындаласыздар, көрініп тұр. Рахмет бүгін бағдарлама үшін. Ал келесі бағдарламамыз, құрметті оқушылар, мен сразу айтып кете салайын, ол да арасы ұзақ емес. Ол бағдарлама еркін тақырыпта, яғни журналист боласыздар. Студияның ішінде түсіреміз. Кімнен сұхбат алғыларыңыз келеді? Қай бағытта? Қай бағытта, еркін тақырыпта, Қазыбектен сұхбат алғым, менен ба, Арайдан, Енарадан. Еркін тақырып. Саяси болсын. Бағыттағы журналистика ма? Или көңілді өзің білесің? Түсінбесіңдер, апайларынан сұрасыңдар айтады. Яғни ол сіздердің былайша айтқанда еркін тақырып деген себебі мүмкін сен әртүрлі бағдарламаны жүргізуден келетін шығар, кез келгенімізде арманымыз бар ғой, ойымызда ойлап жүретін. Яғни сол бағдарламаны жүргізуге дайындалайық. Ал бүгінгі бағдарлама үшін рахмет. Келесі бағдарламаға дайындаламыз, сөйтіп жақсы нәтиже көрсетеміз. Құдай қаласа жақында уже фильмге түсетіндердің фильмдер, сценарийлері жазылады. Бүгінгі кастингті жасаған себебіміз бағана баршаңыздың көзінің ішін айтайын. Кастингте көзге түскен оқушылар былайша киноларға түсе аласыздар, мүмкіндік болады. Түсінікті ма? Яғни осы кастинг арқылы мысалы Арай апайлардың бәштерек кастинг директоры мысалы. Осы апайлардың ертең шақыру мүмкін, мені шақыру мүмкін, Қазыбек шақыру мүмкін. Значит, ол кастингті ұйымдастырғаныңызды сол іштеріңізден көрдік, мынау болады. Алдағы передачада одан жақсы көзге түссеңіздер, үлкен фильмге де шақырамыз. Сондықтан талмаңыздар, еңбектеніңіздер, оқыңыздар, әке-шешеміздің өмірін сіз болып, біз болып ақтайық. Ал бүгінгі бағдарлама үшін баршаңызға рахмет, өте керемет. Өте керемет, тамаша. Бүгінгі бағдарламада барынша өнерлеріңізді көрсеттіңіздер. Және де сонша қыздың арасында екі жігітке де бір шағыла барсаңыздар болады. Екеуі қалып бітпей, барын салып, молодец жігіттер. Енді араларыңызда енді келіп жатқандарыңыз бар екен. Мен енді шыны керек білмегеннен кейін, мен бұл жерде айтсам жағын болсын деп айтпаймын. Бұл бағдарламадан кейін мен жек көрмеңіздер. Барлығында әйтеуір сол сын арқылы адам түзеледі. Сол айтқан нәрселерді жөндеңіздер. Келесі бағдарламада от қыласыздар деген сенімдемін. Рахмет. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламамыз өз мәресіне келіп жетті. Келесіде бұдан да қызық болады. Сау болыңыздар!